Қайырлы күн достар. Бүгін баннерге суретті қалай қою керек, соны көрсететін боламын. Ол үшін бізге екі приложение керек болады. Over и мынау Eraser деген, Background Eraser деген приложениені басып алыңыздар. Енді көрсетемін қалай қою керек екен. Осы Eraser деген приложение кіресіздер, Load фото деп таңдайсыздар. Мен уже істегенмін, жаңа бір видео түсірдім, кішкене дұрыс болмай қалды. Так. Таңдаймыз, например, на суретімізді. Клиентке суретті жіберген кезде качествосы жақсысын жіберсін, және де фоны однотонны болған жіберсін. Өшіргенге өте ыңғайлы болады. Неке біздікі автоматически өшіріп берді. Енді домалақ кругты мына жаққа келеміз да, керек еместерді былайынан өшіріп тастаймыз. Барынша аккуратны, былайынан екі саусақпен үлкейтсеңіз болады. Сол кезде кішкентайларды өшіргенге ыңғайлы болады. Так, осымен бәрін өшіріп шығасыздар осылай. Ро десе өшті, дон дейсіздер, сейф дейсіздер. Так, шығамыз. Енді альбомыға кіреміз да, баннеріміз таңдаймыз. Стрелканы басамыз да, оверге жібереміз. Андроидта поделицаны басып жібересіздер, оверге жібереміз. Енді image тип галереяға кіреміз. Суретіміз таңдаймыз. Неке фоны жоқ суретімізді қоямыз осылай. Қай жерге ыңғайлы? Мына жер, осылай болады, осылай қоямыз. И текстімізді, керек текстімізді жазамыз. Енді сіздерге тағы бір сурет қоятын способ, тағы бір жолын көрсеткім келіп тұр. Ол простой. Осы жерден-ақ, оверден-ақ сразу галереяға кіремін да. Фонды өшірмей-ақ, просто домалақтап қоя салам. Көрсетем неге. Ал келдім, енді кроп дегенге кіреміз. Циркл дегенді басам, домалақ деген сөз. И осылай керегінше домалақтатам осылай. И бұны қай жерге ыңғайлы, сол жерге қоясыздар. Кейде осындай просто домалақ қып жасай салам. И бұл домалақ суреттің сыртына еще рамка қойсаңыз да болады. Видеома лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.